Қайырлы күн менің подписчиктерім. Бүгін мен қуырылған қытырлақ түшпара пісіремін. Маған керегі 250 грамм жылы су, 50 грамм сары май, 1 шай қасық тұз, сары майымызды, тұзымызды, жылы суымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Майымыз бір тегіс болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз, 550 грамм, осылай мен 550 грамм дайындап қойдым. Осылай шетінен салып тұрамыз. Одан кейін 1 шай қасық разрыхлитель салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек қой. Біздің қамырымыз осындай болды, қолымызға жабыспайтындай етіп. Енді бұны салафанға салып, бір жарты сағат юғанғанша салып қойып қоямыз. Осылай картошкамен ертерек пісін деп осылай жұқалап турап пісіріп аламын. Мен картошкамды осылай суға қойдым. Су құйып картошкамыз батып тұрғанша тұз сеуіп жібересіздер. Тұзы картошкаға сіңіп әдемі болып тұрады. Картошкамыз біздің пісті. Енді картошкамызды сүзгіштен өткізіп суын ағызып аламыз. Енді піскен картошкамызды езіп аламыз. Сіздерде бұндай зат болмаса, суғаннан кейін қолмен езсеңіздер де болады. Мен пиязымды жуып тазалап алдым. Енді осы пиязымызды майдалап қуырамыз. Мен майымды қыздырып қойдым. Енді осыны тез турап қуырып аламын майға. Кейбіреулер пияз қоспай картошканы өзімнен істейді, ал мен пияз қосып істегенді ұнатамын. Біздің балаларда сондайды жақсы көреді, пияз қосқанды. Майдалап турап алдым. Енді қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз. Мен осындай аз май құйдым. Енді өздеріңіз ұнатқанша құя бересіздер. Пиязымызды үстіп баяу отта қуырып аламыз, араластырып отырып. Пиязымыз қуырылып болды, сарғайып. Піскен картошкамызды пиязға салып, жақсылап араластырамыз. Біздің картошкамыз осылай бір тегіс болып езілді. Енді картошкамыздың тұзын көресіздер. Тұз аздау болса, тағы да тұз салып, бұрыш салып, тағы да жақсылап бәрі бір тегіс болып араласқанша әбден араластырып аламыз. Бұрышымызды біз осылай жақсылап тұрып бір тегіс қылып араластырып алдық. Біздің қамырымыз жарты сағат тұрды, июі қанды. Енді осыны бір тегіс қылып жаямыз. Біз қамырымызды жайып болдық. Мен бізде осындай бір тегіс доп-домалақ қамыр болды. Енді осыны 5 минут қойып қойдық. Енді үстіне ұн сеуіп, майда бөліктерге бөлеміз.
пельменді осылай кескенді ұнатамын. Біреулер бар екен, аны топ-томалақ қылып жайып қойып, формамен кеседі екен, ол кезде расход көп шығады, оны қайтадан жайып жүру керек. Маған осы ыңғайлы. Мен осылай қайтара осылай бүктеп осылай кесемін. Енді өздеріңіздің пельмешкеңізді үлкен қыласыз ба, кішірек қыласыз ба, өзіңіздің қалауыңызша кесесіз. Мен орташа етіп кесіп жатырмын деп ойлаймын. Біз кесіп болдық. Енді осыларды қайтадан ашып, тағы да 4 бұрышты етіп кесеміз. Сіздер де өйстіп кессеңіздер болады. Негізі бұлай кесуді көпсі білмейді екен. Сіздер де осылай көріп кессеңіздер болады. Менде осылай болып шықты. Енді осылардың әрқайсысын картошкасын салып түйеміз. Біз кесіп болдық енді бәрін. Енді осылай картошкасын салып түйеміз. Біздің түшпарамыз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мен майымды қыздырып қойдым. Енді осы қызып тұрған майға түшпарамызды саламыз. Араластырып отырып пісіреміз. Мен осы түшпараның сарғыш болғанын ұнатамын. Қызғыш қылып пісіріп алсаңыздар да өздеріңіз білесіздер қалауларыңызша. Түшпарамыз сарғайып қуырылып болды. Енді сүзіп аламыз. Түшпарамыз дайын болды. Біздің қытырлақ түшпарамыз дайын болды. Бәрімізге ас болсын. Сіздер де менің рецептіме пісіріп көріңіздер.